Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, ерекше, дастарханның көркін келтіретін грузин салатын дайындаймыз. Өте оңай және жеңіл. Ол үшін бізге 3 қиярды жуып, сыртын тазалап, ұсақтап тураймыз. 2 қызанақты да тураймыз. Видеода көрсетілгендей. Кинза шөбінде жуып, ұсақтап турап аламыз. 1 бас қызыл жуаны ұзынша етіп турап қосамыз көкөністерге. Енді салатымыздың заправкасын, соусын дайындаймыз. 4 ас қасық қаймаққа немесе йогуртта болады, тәтті емес йогуртты қолдансаңыздар болады. 2 ас қасық алма сіркесін қосамыз. 60 грамм грек жаңғағын қосамыз. Жарты шай қасық ащы қызыл бұрыш қосамыз. Егер балғын ащы бұрыш болса, соны қоссаңыздар өте жақсы болады. Стручковый перец. Және 2 бас чеснок сарымсақ қосамыз. Блендердің көмегіменен езіп аламыз. Ал енді турап қойған көкөністерімізге соусымызды қосып араластырамыз. Татымына қарай тұз бұрыш қосамыз. Салатымыз дайын, өте дәмді, дастарханның көркін ашады. Қонақтарыңызға ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға да ұнайды. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.